Қыздар, сәлем. Бүгін сіздермен өзбек ұлтының ең керемет тағамы дімляманың рецебімен бөлісемін. Ол үшін керегі ет қабырғалары мен пияз, түрлі түсті бұрыш, сәбізіміз өрнектеп кесілген, кейін қызанақ, сарымсақ, укропымыз, сонан кейін әсемдеп туралған картопымыз қажет. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, керекті мөлшерде құйып аламыз. Өте көп, өте аз болмау керек, орташа көлемде. Кейін оның етін бір келкетіп орналастырып аламыз. Орналастырып болғаннан кейін бұрышымызды, майдалап туралған сарымсағымызды турап орналастырып шығамыз. Жуамызды, кейін сәбізімізді, одан кейін түрлі түсті бұрышымызды бірінен кейін бірін орналастырып шығамыз. Картопымызды орналастырмас бұрын оны тұзымызды, бұрышымызды қосып, әбден араластырып, тұздап, бұрыштап аламыз. Себебі картошканы салғаннан кейін оның үстіне тұз бен бұрышымызды себе салатын болсақ, ол бір жеріне тиіп, бір жеріне тимей қалуы мүмкін. Сол себепті мен бөлек ыдыста осылай араластырып, бір келке етіп шығамын. Болғаннан кейін оны қазанымызға орналастырып аламыз. Орналастырып болғаннан кейін үстіне укропымызды молырақ етіп сеуіп аламыз. Сепкеннен кейін үстіне сарымсағымызды, домалақтап туралған қызанағымызды әр жеріне қойып шығамыз. Одан кейін капустамызды өстіп бөліп, жапырақ тәріздес етіп бөліп аламыз да, барлығы жабық тұратындай етіп, капустаны үстіне төсеп шығамыз. Қараңыздар, дәл осылай барлық жері жабылып, ешқандай ауа кірмейтіндей етіп жабу керек. Жапқаннан кейін үстіне бұрышымызды, тұзымызды, укропымызды сеуіп, бетін жауып, алдыңғы 10-15 минутын қызып тұрған отта, кейін 1 сағатқа баяу отта қойып шығамыз. Қараңыздар, менде дайын болды. Өте керемет, жүп жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.